Саламатсыздармы, құрметті әріптестер. Мен сіздерге кез келген сілтеме бойынша видеоларды ашып, және оларды қалай көшіру керек екен, және оларды қалай лезде оқушылармен бөлісудің жолдарын түсіндіріп өтетін боламын. Енді ол үшін кез келген бізде мысалға елорда сайтындағы видеоларын қалай көшіру керек екенін айтып өтейін бірінші. Ол үшін біз WhatsApp-қа кіреміз. WhatsApp-та елорда мектеп деген бар, соны 2 рет басамыз сілтемесін. Бізде автоматты түрде елорданың өзінің сайты шығады. Жалпы бұл Нұр-Сұлтан қаласының білім беру жаңғырту орталығының платформасы болып табылады. Және жалпы орта білім беретінді таңдаймыз, яғни мектеп таңдаймыз. 1-90 таңдаймын. Мысалға менде ертең 11 сыныпта сабақ бар. 11 сыныпта таңдаймын. Жалпы мен химиядан беремін. Химияны таңдаймыз. Сіздер өздеріңіздің пәндеріңізді таңдасаңыздар болады. Барлық пәндер болады. Енді карбон қышқылдары ертеңгі тақырып. Міне қарап тұрғаныңыздай КМЖ слайды бар, оны білесіздер, үстіне басса көшірілетінін. Ал видеосын қалай біз бөлісеміз, оқушылармен бөлісеміз, және оны қалай тез көшіреміз. Жалпы мұнда копировать ссылка дегенді бассаңыз көшіріледі, және оған керекті жаңа группаңызға мышканы апарып вставитті бассаңыз, сіз бөлісе аласыз. Бірінші жолы. Енді ол видеоларды қалай көшіруге болады, соған тоқталып өтейін. Ол үшін үстінен басам, YouTube деген жерінен басам. Копировать ссылка деуге де болады, бірақ кейде көшпей қалады. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы карбон қышқылдары. Пауза қоям. Тура осы видеоның сілтемесін жоғары жағына апарсам, сілтемесі тұра, соның үстінен бассам, сілтеменің үстінен мышканың оң жағын басам, копировать бассам, копировать еттіме. Енді сіздер плюсті бассаңыздар, поиск шығады. Енді ағылшынша тілді ауыстырасыз. Saffromnet деп жазасыз. Saffromnet. Жалпы онлайн загрузчик дейді, соны басасыз. Бағана көшірген сілтемеңізді осы жерге вставить етесіз. Скачатты басасыз. Скачать кішкене қойған кезде уақыт болады. Міне сіз өзіңіз скачать бастым. Стандарт 727, сонымен көшіре беретін боламын. Скачать. Қай жерге сақтау керек екенін сұрап жатыр. Жалпы мен десктоп, яғни рабочий столға сақтай берейін пока. Бұл еш нәрсе емес, реклама шығады. Бізде видеомыз көшіп жатыр. Міне загрузканы қарасаңыздар. Загрузканың үстін бассам, міне видеом көшіп жатыр. Міне біздің видеомыз көшіп жатыр. Мен рабочий столды таңдадым. Рабочий столды қазір көреміз. Яғни рабочий столды көрейін. Не рабочий стол, не карбон қышқылдары деген видеоны мен елорда сайтынан көшіріп алдым. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы карбон қышқылдары. Яғни осы видеоны көшіріп алып, сіз егер WhatsApp вебте отырған болсаңыз, сразу WhatsApp бетке көшіріп, соны қалаған группаңызға жібере аласыз. Мысалға мен бір адам танысыға группаға немесе
кезде оларда тек қана видеоның өзі көшіп барады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл менің түсіндірме видеом. Сіздерге Елорда платформасындағы видеоларды қалай көшіру және олармен қалай бөлісу туралы еді.